Бізде ерекше бір форматта өзіміздің діни бірлестіктердің басшыларын қосқан үлкен бір кездесу өтіп жатыр. Ол бізде клуб деп аталады. Жалпы енді Шығыс Қазақстан облысында бізде 11 конфессия бар. Сол конфессиялардың барлығының дерлік басшыларының бар кездесу өткізіліп отырамыз. 90 сайын бір кездесу. Биылғы кездесу міне 14-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр екен. Және де 54-ші кездесуді ашып отырмыз біз өзіміз. Енді ойлаймыз, жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша бізде діни тұрақтылық өте тұрақты. Қазіргі кезде конфессиялардың барлығы менен түгел қарым-қатынаста ерекше ынтымақтастықта жұмыс істеп жатырмыз. Өздеріңізге белгілі, жуырда ғана өзіміздің құрбан айтымызды өткіздік. Біздің православтардың басқа мерекелерін өткіздік. Оның барлығында түгел осы ұйымдастыру жұмыстарында да біз енді өзіміздің қолғабысымызды тигізіп отырамыз. Бүгінгі кездесуде жалпы енді біздің ортақ өзіміздің басқарманың осы кісілерге қойылған талаптары бойынша заңдық негіздегі көптеген құжаттарға байланысты өзіміздің жалпы ынтымақтастық бойынша мына өзіміздің клубымызды жетілдіру, оған басқа кісілерді енгізу, немесе басқалай форматтарды өткізу деген сияқты бір мәселелерді көтереміз. Ислам тарихында пайғамбарымыз Медине қаласында көшіп барған кезде ол жерде христиан дінінің өкілдері, сонымен қатар яхуди дінінің өкілдері болған. Сонда Медине конституциясы деген ислам тарихында құжат қабылданған. Ол жерде Медине қаласында мұсылмандардың, христиан дінінің өкілдерінің, басқа да дін өкілдерінің бейбіт өмір сүру үшін ислам тарихындағы алғашқы сондай заңнама қабылданған болатын. Сол үшін жалпы мұсылман діні ол бейбітшіліктің діні. Кез келген ортада басқа дін өкілдері менен бейбітшілік қарым-қатынас жасауға әрдайымда дініміз үндейді. Қасиетті Құранда аят бар: "Уа адамзат балалары, сендерді бір әйел, бір еркектен жараттық, және де сендерді ұлт қылдық, қауым қылдық" деп, сендер бір-бірлеріңді тануларың үшін, Құдайдың, Алланың алдындағы ең ардақтыларың ол тақуаларың деп айтады. Яғни бұл аяттанда да біз көреміз адамзаттың негізгі түп тамыры ол бір екендігін. Сол үшін олар әрдайымда береке бірлікте өмір сүруінің маңыздығы. Абай хакімнің де айтатындығы бар: адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті. Және де біз мақтан айтамыз, біздің Қазақстан мемлекеті қазір әлем бойынша осы дінаралық татулықтың, дінаралық бірліктің сондай керемет бір үлгісі болып отыр. Әрбір дін өкілі осы бір бірлікті нығайтуға, одан әрі дамытуға, осы елімізді жақсы жағынан танытуға өзіндік азаматтық борышы деп санау қажет деп ойлаймыз.